Багажниктегі бойжеткен артқы шамды сындырып, қолын сыртқа созады. Осылайша артында келе жатқан көлікке белгі берді. Бұны байқаған жүргізуші бірден 911 қызметіне қоңырау шалады. Алайда оператор нөмірді тексергенде, көліктің қарт әйелге тиесілі екені және қылмыскердің жалған нөмір тағып алғаны анықталды. Жәрдем бергісі келген жүргізуші әлгі адамның жүзін көріп қалу үшін жылдамдықты арттырады. Бірақ бұл үлкен қателік еді. Оны сезіп қойған қылмыскер тас жолдан бұрылып, жанама жолдардың біріне кіріп ғайып болады. Багажниктегі Кейси диспетчермен сөйлесуде. Оператор Джордан оған іштен пайдалы бірдеңе іздеуді бұйырады. Ол бояумен бұрауыш тауып алады. Джордан бояуды сынған шамның тесігімен сыртқа төгуді айтты. Егер көлік жүре берсе, қалған іс полицияны оған алып келуі мүмкін еді. Бастапқыда бұл айла іске асты. Адамдар көліктен ағып жатқан бояуды байқай бастайды. Бірақ көмектеспек болған бір ер адам бада шамның қызыл түсінде қасына жақындап, жүргізушіге багажнигінен бірдеңе ағып жатқанын ескертті. Қылмыскер сыр бермей алғыс айтты да, жасыл жана салысымен газды басты. Енді ол Кейсидің қарсылық көрсетіп жатқанын түсінеді. Көлікті таса жерге тоқтатып, багажникті ашты да, оны қорқыта бастады. Сол сәтте оның шашындағы бояуды байқап қалып, қатты ашуға мінеді. Бояуды сүрту үшін алдыңғы орындықтан тазартқыш сұйықтықты алды. Алайда әлгі ер адам қайтадан қастарына тоқтайды. Ол бір сұмдықтың болып жатқанын сезеді. Ал қылмыскер ештеңе болмағандай түр жасауға тырысты. Бірақ әлгі адам бәрін бірден түсініп, көлігіне қарай шегініп, 911-ге хабарласа бастайды. Мұны байқаған қылмыскер оған тап беріп, терезесін қиратты. Телефонын талқандап, өзіне шабуыл жасайды. Жәбірленуші қашуға әрекеттенгенімен, қаскөй оны соққының астына алды. Сол сәтте тазартқыш бөтелкесі сынып қалады. Енді артқа шегінер жол жоқ екенін ұққан соң, ол Кейсиді әлгі адамның көлігіне лақтырып, өзінің машинасын тастап қашып кетті.